Достар, сәлем. Бүгін краковская колбаса жасадым. Соны сіздермен бөлісейін деп шештім. Мына жерде бізде шегілген сиырдың еті және тауықтың еті және бізге құйрық керек болады. Осының бәрін шегіп аламыз. Және мына жерде приправалар. Бізге 2 немесе 3 штук осындай сарымсақ қажет болады. Сарымсақты осылай теркамен өткізіп аламыз. Жаңа приправалардың барлығын салып, жақсылап араластырамыз. Және айта кететін жайт, краковская колбаса құрғақ болып қалмас үшін біз су құйып аламыз. 50 мл су жетеді. Енді бізге осындай шприц қажет болады. Осы шприцтің ішіне жаңағы дайындаған фаршымыздың барлығын саламыз. Бізге оболочкаға мынау қойдың бүйені қажет болады. Жаңағы дайын етімізді осы қойдың бүйеніне саламыз. Шприцтің көмегімен. Видеода бәрі толық көрсетілген. Міне менде осы 1 кило еттен осылай 3 краковская колбаса шықты. Етімізді салып жатқанда ішінде енді міндетті түрде ауа қалып кетеді. Сондықтан ауаны осындай зубочистканың көмегімен қорықпай жан-жағын бәріне тесіп, ауаның бәрін шығарып тастаймыз. Енді етті ішіне салып болған соң, біз холодильникке 5-6 сағатқа жібереміз, немесе 1 түнге жібереміз. Міне біздің краковская колбасамыз дайын болды. Магазиннен қарағанда қолдың колбасасына әрине ештеңе жетпейді. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын, сау болыңыздар.